Хан Асяпше бастай беріңіз. Не қандай уәжіңіз бар? Ішкі істер органына, прокуратураға? Мен айтайын ба? Айта беріңіз. Өзіңіз таныстырып. 7-ші айда. Өзіңіз таныстырыңыз. Мен Парзалиева Асила Валиевна 59 жылғы туылған, Қазақстанда, Чемкенская область, Кировский районда. Мен, например, осы Қазақстанның топырағында істеп, мақтасын тергеміз, совхозында істегеміз. Осы үйіңіздің мекеніңізді айтыңызшы, адрестеріңізді. Совхоз, қазір Мирзакент, Мадыхаджа 37 ада тұрам, 90-шы жылдан. Осы жақта тұрам мен. Сөйтіп, мен бір 97 жылы бала асырап ағам. Баламды асыраған баламға мен әлі документ істем өтірім. Мен президентке де жаздым. Азаматтық құжат аламай атсыз ба? Аламай өтірім. Мен президентке жаздым. Маған извещение келді президенттен, Назарбаевтан. Келгеннен кейін біраз жүгіріп жүрді бәрі. Содан қалды. Ештеңке істеген жоқ маған, балама. Сөйтіп, қазір мен балам 23 жаста. Мен добиваться еттім, қанша ақшам кетті. Кейін мынау кім еді анау? Қуаныш 17 жылы Қуаныш істеп берем деді. Сөйтіп бүгін келсін, ертең келсін, келіп алып кетсін деп паспортын бермей Қуанышты ұсталып кетіп қалды. Сонымен мен енді инвалид болдым. 17 жылы августтың 25-іне мен аяғымнан айырылдым. 4-ші жыл болды аяғымнан айырылғаныма. Мен үйде отырмын. Менің өзімнің давлением бар, сахарым бар, гипертония, сердце. Кейін постоянно врачтар жатқызады, не қылады. Мынау биыл 20-шы жылда 7-ші айын 21-іне 27-іне рентгеннен өткіз қой. Мен рентген 21 күні, 7-ші айдың 21 күні рентгеннен өтіп, кейін мен денсаулығыңызға байланысты. Бардым. Мен кімге бардым? Мен реанимацияда жатқам, Ильичевкада. Ильичевкада реанимацияда 3 күн жатып, комада болып, біраз кейін ана заведующий реаниматор біздің совхоз большевиктің қазір Ділдәбеков участкасы несінде тұрады ол бала. Мен оған бардым, мен оған сенем, өте грамотный врач. Мен соған бардым, осы рентгенге түскеннен кейін сол күні бардым. Ол маған назначение берді. Мен 22-сі күні қайтып келдім. Келдімді дәрі-дәрман алдым. 23-ші күні маған участковый медсестрамыз Салтанат кеп азанда да кешке де назначение жасады. 5 күн жасады. Қазіргі уақытқа шейін келіп отыр ма ол кісі? Содан мен сол 28-і күні последний назначение алып отқанда Салтанат только системадан инені тамырынан шығарған еді. Мен тұрып, 1 минут өткен жоқ Салтанаттың кеткеніне. Мен тұрдым да көшенің участковый медсестрасы шығып кеткеннен кейін мен тұрып отырсам, қарасам бір әйел, 2 кісі. Әйелді бірінші танымадым. Танымағаннан кейін 2 кісі болғанда кім нақтырақ айтсаңызшы? Қарасам қайнысыным Рустамова Азиза Едігер қызы, 65-ші жылғы туылған. Мадыхаджа 45-те тұрады. Сөйтіп, бүйтіп қарасам, ол маған айтты, Ася деді, сені қорқпа, мен милициямен келгем. Милиция балдар, біреу семіз беттен ауыздарында маска бар еді. Сөйтіп, біреу арық ұзын бала, жас жігіт. А біреу семіз. Со арық бала келіп, мені мына аяқ киім, мен мияқта отырып дірілдеп кеттім. Мен жүрегім, давление болғасын, мен жүрегім постоянно... Шоққа түсіп қалғасыз, не болды деп түсінбей қалғасыз ба? Қалдым. Не болды десем, анау, короче, келін, біздің бір келіміз Астанада тұрады. Ол келген қайнысынысының үйінде, оны Азизаның үйінде 3-4 күн жатқан. Сосын ақырыншы күні мен үйіме келіп, маған навещать етіп, енді кететін болғанда, как будто ана Рустамова Азизаның үйінен ақша жоғалған. Сөйтіп оны кім? Алмас
Сол екі жігітті Азизамен Алмас жіберген. дегенimiz осы көшенің жергілікті участковый Иә, ғой. участковый. Ол аналарды жібергенде бардыңдар. Сөйтіп ана бала арық бала келді, маған атын да айтқан жоқ, документ те көрсеткен жоқ, ештеңе. Мына спальняға кіріп кетті. Жаңағы екі сотрудник. Иә, біреу мына жаққа кіріп кетті. Ай, балам, сен аяқ киіммен қайқа кіресің деп айттым. Сөйтіп ол бала шықты да, ана семіз бала келді, далада менің балам көрпе төсегі, жатқан көрпе төсекті қақты, екеуі қарады, ештеңке тапқан жоқ. Не кешірім сұраған жоқ менен, кешірім апай. Мысалы қараңыз, Ася әпше, бір сөзің аузында. Олардың мақсаты не іздеді олар? Олар ақшаның несін, Яғни қайын сіңліңіздің ақшасы жоғалды деп, соны сіздің балаңыздан көріп, сіздің мен баламнан емес, келіннен көріп, келіңізден көріп. Келіннен көрді, келін как будто ақшаны ұрлап мен үйіме келген, үй түндеген, ол кеткен, келін кеткеннен 3 күннен кейін ол білген ақшасы жоғалған. Келіп, мен де үйде болмағам. Сол күні мен де сол 21 күні олар кетті Астанаға. Мен де сол күні түстен кейін, мына рентгеннен түскеннен кейін мен де ауылға 4 күнге тайдым. Сонымен мен сөйтіп қалды. Мен арыз жазайын дедім, мұны жаздым. Мен бірақтан аяғымнан қиналам деп барған жоқпын прокуратураға. Бірақтан прокурорға бардым мен. Прокурор балаға бардым. Далада встретить ет. Мен оған айттым. Осындай балам дедім. Менің үйіме келіп, мен орысша айттым, шманат етті үйімді. Мен үйімнен ештеңе, даже кешірім де сұрамады, даже маған представиться да етпеді. Бәріндегі екі инспектор, е? Иә, екі органның балдары. Сөйтіп олар кетіп қалды. Кетіп қалғаннан кейін прокурорға бардым. Прокурорға айттым, оны кім жіберіпті? Алмас жіберіпті, біздің участковый, біздің көшенің участковысы. Жергілікті участковый. Кейін анау прокурор Алмазға звондап, ана екі жігітті алып келіп, мына апайдан кешірім сұрасын деп неғылды. Олар келген жоқ. Кейін арадан біраз өтті. Бірі сентябрь күні ма, сол сентябрьдің августтың ақыры сентябрьдің басында менің балам неде істеді, мына Титова көшесінде, мектеп жақта, Чапаева көшесінде олар не қойды? Жарық жолақтарға жарық шамдары орнатты ғой. Сонда қойды, азанда 8-де кетеді, кешке 8-де келеді, обедке келіп кетеді. 2 күн ояқта полностью істеді. Сосын бір күн обедкеден істеді, кейін бір күн обедтен кейін істеді. Күнігі содан балам жұмыс болмағасын, күйеу балам Астанадан келіп, Садовый көшесінде тұрады. Мен нағашы күйеу балам. Сөйтіп ол күйеу балам мен балама айтыпты, Элдар, өтініш, мені мына үйімі алдын, жүзімін, талдарды іріктеп қой. Мен үйді саттыға қоям депті да, 3 күн мен балам азанда 10-да кетіп, кешке 10-да келетін еді үйге, келіп жатады. Содан бір қазір айтам. В общем, 3 сентябрь күні менің баламды бір велосипед жоғалды деп, баламды мен пятница күні, сол базар пятница күні ғой, мен баламды сүтке жіберіп, базарға жіберген кезде, балам баратқанда Кирова көшесінде, Пушкина көшесінде велосипед жоғалған. Әкімшілік көшесінде. Иә, Пушкина көшесінде, әкімшілік көшесінде велосипед жоғалған екен. Олар даже білмеген, қай күнде жоғалған, қашан жоғалған. Мен балам кетіп баратса, мен баламды ана семізі атын білмеймін балдардың, бірақтан семіз таным көрдім. Сол бала ұстағанда 3 болған, тағы 1 болған. Ол бойдан кішкентай тақыр мынандай. Сөйтіп 3 менің баламды ана семіз ұстағанда телефоны лақтырып жіберіп, білмеймін, енді 300 мыңдық телефоныма, енді инспекторлар бассыздық көрсеткен ғой балаңызға. Иә, мен балама, менің баламды сразу мама телефонды алып... Балаңыз аты жөні қандай еді? Мен баламның аты Рустамов Элдар Рашидович. Неше жаста? Қай жылғы? 97 жылы, 12-7 айда дүниеге келген. 23 жасқа толған. Сөйтіп мен баламды
зорлап машинаға мінгізген десе, балам мінбеген. Күш көрсету бойынша көлігіне мінгізген. Ұрып, баламның арқасын көгертіп қойған. Сосын мен оны білмеймін. Ол маған келді, мама, давай жүр деді. Мені үйтті деп ұрды, маған көшкен, мына телефонын дабдарасын шығарт деп қойды. Ішкі істер органына барып, ар жақ мен құқығымды қорға деді ғой балаңыз. Иә, мен баламды апарған жоқ, мінгізген дегенде мінбеген балам. Сөйтіп маған келді, 12 жарым еді. Балам келді, мама, давай. Мен барсам, баратқанда мына біздің өзі Мадықаджа көшесінің мынау Нұрлан дегеннің лавашнысы бар. Иә. Сол жерге ана міне мама, міне 940 деген машина, ақ машина маркасы. 940, Мыналар деді. Цветі қандай еді көлігінің? Ақ цвет. Ақ көлік 940 мемлекеттік нөмірімен келді. Кейін мама мыналар деді. Кейін мен айқайладым, арық бала лавашныға кіріп баратыр еді. Ай, балам бері кел дедім. Ол түсінген жоқ. Кейін келгенде мен айттым, сендер на өйтесіңдер деп айтқан кезде ана семіз баламды зорлап ұрған. Зорлап емес, күш көрсетіп. Күш көрсеткен жігіт маған келді, не айқайлайсың? Мен айттым, сені не ақым бар мен баламды осындай наглы машинаға мінгізуге. Жолда кетіп батқан кезде. Жолда кетіп баратқан. Сенің балаң 3 жыл учетта тұрған деп не қылды. Ну и что тұрған еді дедім. Одан велосипед қашан жоғалған білмейді. Содан біз бардық. Милиция, мен оларға айттым, келіңдер, мен сендерді күтем дедім. Бардым. Олар баратын жеріңге деп, ана семіз бала, ақын білмеймін, бірақтан көрсем, семіз бар, не істейсің, қолынан не келеді, баратын жеріңге деп, маған үйтіп сөйлеп, мен милицияға бардым. Бардым да, отырдым, уже 15-20, біз 35 кеткен неден. 12-ден 35 кетті да, кеткен еді. Мен айттым балдарға, дежурналарға, ай, балам, бұл жердің начальникі бар ма, жоқ па, осында анау қайын не дегенім кеше олардың несі органдар ма КМБ не ма прокуратура ма жоқ ана МБ-ның балдары кейін дежурный айтты МБ-ның заведующісі бар деді начальнигі ма білмеймін қазір шақырып келем ол барып шақырса мен қазір шығам деп айтты кейін ол шықпай Алмазды шақыртты Алмаз жетіп келді Алмаз келгесін не болды әпше мен айттым осындай ой әпше мақұл қазір оларға звондады Алмаз келіңдер қазір келеміз сағат 1 болды бәрі обедке кетіп қалды деп мені Алмаз үйге бірде өз машинасында әкеп үйге тастады осы әкеп қойды жеткізіп қойды сізді сосын ол кезде Элдар балаңыз қаяқта еді менмен еді сізбен еріп келді ғой миссаханадан кейін анау Алмаз апай сіз не қылмаңыз, уайымдамаңыз. Бүгін сағат 3-те собрание бар, 6-да собрание бар, 6-дан кейін жиналысы бар. Иә, алып еріп келем да, олар сізден кешірім сұрайды деп бүгінгі күнге не олар тәртіпсіздік іс-әрекеттен кешірім сұрастырам деді ғой сізден. Тәртіпсіздіктен енді олар қандай органда істеп, оларға кім сенеді мысал? Сол кезде сізге Асия апайда сол кезде сізден келген кезде екі инспектор келген кезде жаңағыдай ғана бір келіншек жәбірленуші болып келіп отыр ғой негізі сіздің алдыңызға сіздің балаңыздан осындай осы жерде жатты осы жерде ақша жоғалды деген мақсатта сол екі келген құзырлы органның екі қызметкері инспекторлары сол сіздерді или прокуратураның сіздің или соттың қаулысы сонда шешімі бар ма еді олардың қолдарында құжаттары? Даже удостоверениені көрсет, аттарын да айтпай. Қызметтік куәлігін де көрсетпеді керек болса. Ештеңке аттарын да айтпай кіріп басып келді. Бет пердемен басып келді. Басып келді, айтқан жоқ. Ана семіз сырттағы көрпе төсектерді шманат етті. Ана арық ұзын кірді да. Үйді полный осмотр жасады ғой. Осмотр бәрін жасады ғой. Мен айқайладым, балам көріп отырсың ғой, мен инвалидпін, мұны аяқ киіммен кіріп отырсың, кім жинайды дедім. Енді кетті, ана шақырды, кел, мына яқты көреміз деді. Сонымен, мына велосипед жоқ, оказывается, велосипед күндіз сағат 12 мен 1 арасында жоғалған екен. Бұл менің баламды түнде білмеген қашан, даже білмеген де қашан велосипед жоғалған. Нақтысын өздері де білмейді, жәбірленушілер.
кешке күндіз жоғалған, бұл кешке деп мен баламды не қылып, содан кейін балам келді да, кейін тағы бір базарға барып кел дегенім, Алмаз бізді тастап кеткеннен кейін балам барса, Алмаз айтыпты, Элдар, оказывается, түсте велосипед ұрланған. А түсте Элдар үйде болған, базарға кетіп баратыр. Ұйықтайды, мен балам үйде болса 12-ге дейін ұйықтайды. Күн ыстық болғаннан кейін демалып жатқан. Жұмыстан келіп ұйықтайды, сол күні жұмысы болмады. Мама, мен шаршағам, мен ұйықтаймын деді. Мен 11-12-лерге ұйықтатым, бар неге дедім. Сүт алып кел. Мен сүт каша жемесем, сүт жемесем, айран жемесем, мен сақырнымын. Болмайды деп, сол кезде менің баламды осындай. Енді бұл жерде прокуратурадан, мысалы, әкімдіктерден қандай көмек сұрайсыз? Сол ішкі істер органға арыз шағымыңыз бар ма осы біздің? Иә, мен оларға бұл балдардан мен балам қандай наразылықтарыңыз бар? Телефонын алып берсін. Телефонына зәбір шектірген, сындырған. Сындырған. Кейін мен айттым, сен нап мен баламның телефонын ой, несі бар, экраны дейді. Экран емес, вообще негодный. Жарамсызған ғой. Алматыға ремонтқа берген. Жарамсыз ота. Потом пусть меня моральный ущербті қайтарып берсін. Мен алған емім көк тиын болды. Ішкі істер органынан сіздің талабыңыз сол ұлыңыздың зәбір шеккені бойынша кешірім сұрап, жеке телефонына зәбірін өтеп беру ғой негізі сізді. Баламды ұрып, белін көгерткен, соны мен сол басқа телефонына суретке түсірдім. Ол балам өзімен алып кетті сол телефонды. А потом менің алған емім көк тиын болды. Мен алған емім көк тиын болды. Енді сіз стресске түскеннен кейін сіздің емделіп жүрген денсаулығыңызға зәбір келді ғой. Ана екі инспектор келіп сіздің үйіңізге басшылық жасағаннан кейін сіз шокқа түсіп, сөйлемей қалдым, бірақ дірілдеп кеттім, менің жүрегім мынандай не қылды. Содан кейін, короче, өзім су іштім. Қазіргі уақытта Элдарыңыз қайда? Мені Элдарымды қуып жіберді осы жақтан, осы қорқытып, құры бұл жерден деп, менің балам түнде қашып кетті неге? Алматыға кетті. Потому что кеткені Элдарға бұл жерден мен ақшам болмады. Элдарды менің түсінігім бойынша Элдар ұлыңыз көшеге шықса, ішкі істер орган тарапынан қысым көрсетеді постоянно, иә? Қайны сенімді сені үйтем деп не қылады мен балама. Сені осында мен баламды балам айтқанда не қыласыз біреуді күнәһін алуға өзіңізге дегенде мен сені соттатам деп, мен сені үйтем, и мына орган ана балдар сол қайнысын Ментовская бір бәле айтыр. Сөйтіп не қылып, мен балам түнімен достарыма жұмыс істейтін жерінің адамы балам істеген. Февральның 7-сінен июнның 4-неден, июнның 8-неден сояқта істеген, сол кісінің қолында ол ақша жіберіп, балам маған даже қостасқан жоқ. Мама, мен кеттім деп, мама, мен енді осы жақта жүре алмаймын деп кетіп қалды мен балам. Енді мен мысалы маған қазір балам керек. Мен түнде ауырып қалам, сақырым көтеремін. Түнгі уақытта жалғыз өзіңіз давлениеңіз көтерген кезде алдын сізге балаңыз серік болатын еді. Балаңызға ішкі істер орган тарапынан біздің Мырзакентте, Түркістан облысы Мырзакентте ішкі істер орган қызметкерлер сізді балаңыз қысым көрсетіп, балаңызды бұл жерден қашырып жіберді. Енді сіз балаңыз қасыңызда болмағаннан кейін сіз қазір жалғыздықтан қиналып, дәрі-дәрмегіңіз бар, жүріп тұруыңыз бар. Содан қазір зәбір шегіп отырсыз ғой қазір уақытта. Мен қазір бүгін маған уже бір апта болды, маған плохо болып отыр түнде. Мен жүрегім ауырайды, өйтеді, давлением көтеріледі. Правда, мен бүгін азанда барып анализ тапсырдым. Ертең результаты дайын болады анализ. Енді сіз осы прокуратура тарапқа бардыңыз ғой негізі. Бұл инспектордың үстінен іс қозғату үшін. Бас прокуратурадағылар сізге қандай жауаптар айтты? Ол маған прокурордың атында ұмытып қайдым, мен сейчас памятім жоқ. Вообще, жалпы прокуратураға бардыңыз ғой, былай айтқанда? Бардым мен прокурорға. Прокурор Алмазға звондады. Мен айттым, осында не ақтарын айтқан жоқ, не документ көрсеткен жоқ. Осында біреу семіз, біреу арық, беттерін көрсем танымаймын, беттерінде бет не бар еді? Маска, бетперде. Бетперделері бар еді, маскасы.
кейін мен ол екінші рет мен оны көргенде баламда не ана велосипед жоғалды. Сол киімді, сол киім, сол аяқ киім екеуінің де үстіндегі сол аяқ киімдері, сол киімдері таныдым мен. Кейін мен айттым, таныдым да, енді мен оларды көрсем білем, аттарын да білмесем. Олар маған страшно этот не қылды. Енді зәбір шектерді қой енді сізге жалпы негіз жан-жақты қысым көрсетіліп жатыр сізге. Менің емделген қымбат дәрілерді мен алып емделгенім бір көктем болды. Сізге негізі кешегі мысалы қарттар мысалы күндері болды. Әкім тарапынан келді ма сізге кішігірім көмек? Ешкім келген жоқ, ешкім ештеңке деген. Өткенде сізге мен продукттар мәселе әкімдіктен алып сізге әкеп бердім ғой. Содан кейін ешқандай таға көмек келген жоқ қой. Ешкім келген жоқ. Мысалы 62 уже жасқа 4 айдан кейін 62-ге толам ғой. Мен Қазақстанның топырағында істегенбіз біз. Мақтасын да терген. Қай не сала бойынша істегенсіз? Қызметіңіз не еді сіздің бұрын? Мен медсестра болып. Медсестра болып істегенсіз. Қай жылдар істегенсіз? Мен осы Қазақстанда өзі негізі 79 жыл бітіріп, Өзбекстанда 4 жыл отработкамды жасап, кейін келдім. Қазақстанға көшіп келдіңіз. 83-тен 90 жылға шейін мен Кировский районда анестезистка медсестра болып істедім. Содан кейін мен осы жаққа келдім де, осы жерде маған жұмыс берген жоқ. Мырзакенттің больницасында. Берген жоқ. Ана Қалымбетов маған жұмыс бермеді. Сонымен мен Өзбекстанға тағы барып 97 жылға дейін баламды пока балам жоқ еді, алдым, істедім. Содан баламды асырап алдым. 97 жылы 20 августта мен баламды асырап алдым. Сонымен енді баламға мен кеше былтыр март февраль айында судья әйел, атын да білмеймін, Гүлжан ба, Гүлсара ма, сол әйел мені де Алмазды, мен баламды да шақырып, Алмазға дайындады. Алмаз деді, осы баланың документін істеп қолына беріңдер, апайды қинамаңдар. Осындай заң шыққан президенттен деген еді. Алмазда бүгінгі күнге дейін жым-жырт. Мен де өзім көп жүре алмаймын, потому что жүрсем аяғым салбырайды, кейін ауырып түнімен ұйықтай алмаймын. Соған мен көп жүгіре алмаймын. Осы тұрып қозғалуыңыз сізге қиындық туындап жатыр. Мен мысалы үйден шығып ана жолға барып такси ұстайынша мен аяғым уже ана забордан шыққанша да. Забордан шығып такси ұстайын дегенше, таксиге мінем дегенше, осы аяғым кейін ауырып түнде ұйықтай алмаймын ауыртуынан. Сол мен көп жүре алмаймын. Сол үшін мен просто мен не қылайын дедім да, абюрлі болайын, өзі ана балдарға не қылмайын, нанын қолдарынан алмайын, келіп кешірім сұрағанда мен кешіретін едім. Пендеміз ғой, кешіріммен қарайтын едік қой дейсіз ғой. Алхамдулилла, мен оларды қазір 2-ші ай болды, не түрлерін көрсетпейді, не хотя бы телефонда звондап айтқанда да болатын еді. Мен өзім капризный емеспін, мен просто менің емім көктем болды. Енді сіздің бұлай енді нақты енді ішкі істер органына бәрінде ұлыңыздың зәбірленуі бойынша кейін ұялы жеке телефонына зәбір шектірген бойынша, сол бойынша ішкі істер органына наразылығыңыз бар ғой бұл жерде. Енді сол бойынша осы ішкі істер органына наразылығыңызды прокуратураға қандай көмек сұрайсыз прокуратуралардан? Әкімдіктен? Мен ол балдарды менің баламның телефонын әперсін и жәбір шекті ғой. Жәбір шекті. Олар мен баламды қысым көрсетілді. Сол бәрісіне пусть моральный ущерб. Енді денсаулығына жәбір шегілген үшін моральный учет талап етіп отырсыз ғой. Емімді олар бір тиын қылды көктем. Сол кезде, сол инспекторлар келген кезде, көршіңіз бар, көрші жолағынан ешкім бұлай байқаған жоқ қой сіздерде не қанда? Көршім жұмыста болған, көршім сол кезде жұмыста болған. Махмұт біледі, Мұмбарханов. Мұмбарханов, мына жерде көршіңіз. Махмұт біледі,
Макура апай біледі, Ол что- кісі көрді ғой ол кісі, иә, сол Білмеймін, инспекторларды. оларды көрген жоқ. Мен оған айттым, Макура апайға айттым, осындай келіп мені осындай неғылды дедім. Жоқ, сол кезде бассыздық болып жатқан кезде Жоқ, ешкім келген жоқ. ешкім еш жақтан ешқандай байқаған жоқ, иә. Бірақ негізі келген жеке көлігін байқадыңыздар. Иә, о да 940 ақ цветті дедіңіз, иә? Маркасын. Елдардан сұрау керек та, қандай. Мен елдардан сұрап көрейін. Жоқ, айта беріңіз. Ол маңызды емес. Тағы не? Енді осы әкімдікке ше, аудандық әкімдіктен қандай көмек сұрайсыз тағы да? Мына Мырзакенттік әкімдіктен. Ну, қандай көмек? Олар бізге Сол бассыздықтарды тоқтатса дейсіз. иә, олар анау просто енді олар органда істеген адам тәртіплі болу керек. Иә, әдеппен, ережемен, иә. Орысша айтайын ба? Айта беріңіз. Пунктуально, примерно мы должны быть. Например, а что это? Нагло, или біз басқа ұлтпыз ба, так надо обращаться, что ли? Значит, другая нация, надо так обращаться, что ли? Түсіндім. Не понимать, пришел он, не представился, ничего не сделали они, а я только систему, я еще сказала, ребята, я только систему вот сняла, медсестра ушла, они даже на это не обратили внимания, они нагло мне это, так же нельзя. Шымамай етті мына жерін бәрін қарап, былай айтқанда. Мына спальняға кіріп кетті, спальня бәрісін дабданасын шығарды. Мына жерін бәрін қопарған ба? Иә, спальняға кіріп кетті, дабданасын, ана постельдің бәрісін алып. Вообще, осы жақта ұлың жататын еді ғой, осы бөлмеде, иә? Жоқ, сыртта жататын еді ол кезде балам. Жоқ, мына кроваттың бәрін ақтарды деп отырсыз ғой? Иә, ол далада жатқан негізі. Далада жатқан, иә? Жаздың күні еді ғой, иә? Иә, ол далада жатқан. Тағы да қандай уәждеріңіз бар? Тағы не бол? Енді Я бы сізден... хотела, чтобы этих ребят наказали. Вот, чтобы они... Я не такая противная, как я сейчас вот злюсь на них, да? Пусть их наказывают, им даже такую характеристику пусть дают, что они даже дворникам не могли устроить. Біздің мына жергілікті участковыйға да, Алмасқа да наразылығыңыз бар ғой, иә? Я с Алмазом тоже недовольная. Негізі ол бойынша прокуратураға арыз шағым түсіргіңіз келе ма негізі сіздің? Иә. Сол инспекторлардың үстінен? Иә, түсіргім келе. Бассыздық іс әрекеті бойынша? Я хочу, чтобы их наказали. Они меня оплатили все, моральный ущерб, сына обидели, сына выгнали. Жоғарыдағылардан тағы қандай көмек сұрайсыз? Осы бойынша Тоқаев мырзадан, Назарбаев мырзадан, жоғарғы биліктерден, осы біздің Мырзакенттен, жоқ, біздің мына милиция, полиция органының балдары тәртіпті болсын. Мен олардың анасы, әжесі орындамын, мысалы 62 жаста. Олар менің неберем. Әжелермен қатарсыз, иә. Они маған даже еш грамм үрмет қоймады. Уважения нету, у них нету уважения на пожилых. Вот надо их воспитывать, чтобы они были примерными, не были наглыми, я не знаю, как сказать. Айта беріңіз, қай тілде ыңғайлы болса, соны айта беріңіз, вообще. Они очень нагло поступили со мной, они меня не послушали. Я сказала, ребята, вот даже мне кровь из вены не остановилась. Я сказала, мне только система. И я после этого болею. У меня, конечно, я не хочу часто садиться на химикаты там. Анау жаңағы екі инспектор келген кезде, мынау иығындағы, былай айтқанда, жұлдызы бар ма еді, не жұлдызы бар еді? Ештеңке гражданкада. Екеуі де гражданскийде келді, бірақ ішкі істер органынан деді. Деген де жоқ. Ештеңке деген маған ештеңке деген жоқ. Қаяқтан келдім, не только ана Рустамова Азиз айтты. Бірақ бәндегі жергілікті участковый емес, осы Мадиқожаев көшесінің участковый Алмас. Бірақ ол екеуін де таниды бәндегі. Таниды, біледі, оларды ол жіберген маған. Осяқа. Түсіндім. Сол участковый жіберіп отыр ғой. Иә, оларды жіберіп. Олар мен гражданкада ештеңкелері жоқ. Қызметтік куәлік ештеңкені көрсеткен жоқ. Аттарында айтпады. Тімтігі деген қағазы жоқ қолында. Органы жоқ. Ешқандай, иә? Жоқ. Мен прокурорға да айттым, қолдарында ештеңке жоқ. Маған представиться да етпеді. Енді бұл жерде біраз заңсыздық болған ғой бұл жерде енді. В общем, надо так поступать, что ли?
ты пойми, ты ішкі істер органда тәртіп болса, грамотный болса, грамотный балдар болсын. этика деген сияқты эстетика бәрін ұстаса дейсіз ғой, негізі тұрғындармен дұрыс мәміледе болса дейсіз ғой. Иә, этика, эстетиканы ұстасын олар, тәртіпті болсын. Бізді бүйтіп басып келіп, мені шашым, ақ шашым, қара шашым ағарған. Мені ақ шашымды көріп сыйламады мені. Мен айттым, балам, міне, я только вот минуту как от системы поднялась. Енді сол мәселелер бойынша Ася апайда сіз қазір аяғыңызға байланысты, денсаулығыңызға байланысты еш жаққа шыға алмай, қазір көмек сұрап отқаныңыз сол ғой негізі сізден, иә? Болды, онда сізді құзырлы органдарға бұның бәрін тарқатамыз, бұның бәрін сіздерге мен прокуратура не бойынша. Сен оларды суретке түсіріп ал. Табасың ғой, алмаз. Жоқ, мен бұл кісілермен, бұл инспекторлармен, үшеуімен де, Алмаспен де, бәрімен өзі құзырлы органдары бар, өзі соларға прокуратура бар. Осы бейнетаспаны тарқатып, халық бар, әйтеуір бір елшілік бар. Сол кісілердің мен айналыса отыра, осы прокуратура жұмыс істейді деп ойлаймын, осы бейнетаспаны көрген екен. Мен баламның альбисі бар сол күні. Ұрып, машинаға нагло итеріп, күш қолданды. Нагло мінгізен дегенде ол айтқан, мен үйде, мен жұмыста бұл айтқанда, қандай, какой основаниямен сендер мені әкетіп алсыңдар деп отыр ғой бұл айтқанда. Сұраған, олар оған грубо сразу телефон алып лақтырып жіберді ана бала. Что түсірмеу үшін телефонына? Жоқ, елдер наушникте. Музыка тыңдап кетіп бара тұр ғой, қолында телефоны. Анау арттан келгенде мен балам білмеймін деді, мама артынан келді, шақ етіп ұрды дейді, мына жеріме дейді, и телефонды алып лақтырды дейді. Мен түсінген жоқпын, не болды, кімсің сен десе, осындай, матом, короче, нецензурными словами он ему начал говорить, что велосипед пропал, и это ты, мы подозреваем на тебя. А он сказал, то